Мұқағали Мақатаев шынайы поэзия өкілі, ғажайып ақындардың бірі. Мұқағали Мақатаев қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданындағы Қарасас ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келеді. Балалық шағы соғыспен тұспа-тұс келген. Мұқағали өлеңді 11 жасынан жаза бастайды. Алғашқы өлеңдері аудандық газетте жарық көрген. Мұқағали шығармаларын 1960-1970 жылдары үздіксіз басылады. Бұл жылдарды ақынның қазақ поэзиясының биік шыңына көтерілген уақыты деп санауға болады. Ауыл орта мектебін 1948 жылы бітіріп, ол аудандық газетте әдеби қызметкер, Қазақ радиосында диктор болған. Жұлдыз журналында поэзия бөлімін басқарған. Қазақстан жазушылар одағында поэзия секциясында әдеби кеңесші қызметін атқарған. Аз ғұмыры ішінде бірнеше лирикалық жыр жинағы мен дастандарын ұсынған. Жыр аудармасы саласында Шекспирдің сонеттерін, Дантенің құдіретті комедиясын қазақшалады. Мұқағали Мақатаев қаламының «Қарлығашым келдің бе», «Дариға жүрек», «Аққулар ұйықтағанда», «Шуағым менің», «Өмір дастан» тағы басқа жыр жинақтары туған. 45 жасында қайтыс болған соң Мұқағалидың екінші өмірі, өлмес ғұмыры басталды. Ақынның артында қалған мол мұрасы «Соғады жүрек», «Шолпан», «Жырлайды жүрек», «Өмір өзен» тағы басқа жыр кітаптары, «Қош махаббат» атты прозалық кітабы оқырманның қолдан қолға түспей іздеп жүріп оқитын шығармаларына айналды.